Recording in progress. Бірінші атауын жазамыз, процентін жаздық, және де оның жалпы мөлшерін жазамыз. Одан кейін бұл жерде 10 ампула деп көрсетіп тұр. Демек біз ТТБ деп жазуымыз керек. Яғни неше рет тағайындалатын номер. Он және ин ампула деп жазамыз. Тоже сақтап болады, немесе ин амп деп точка қойсақ та болады. Одан кейін сигнал минуттарда жазу керек. Мысалы, кейбір жағдайларда сигнал берілмеуі мүмкін, яғни мысалы отсекленияның мына жерде қанша тағайындалатыны берілмеген. Сіздер оны өздеріңіз примерде жазуларыңыз керек. Себебі жалпы формулада сіздердің осы мақсаттарыңыз рецепттің жалпы үлгісін білу, олардың неше рет тағайындалатынын, неше рет берілетіндігін күніне, оны алдағы уақытта өтетін боласыздар. Сол үшін мысалы бұны бос қалдыруға болмайды. Сигнатураға мысалы күніне бір рет бір ампуладан деп жазып қойсақ та болады. Бір ампуладан. И астына не қоясыздар? Минуттарда осы қою керек. Түсінікті ғой? Иә. Одан кейін галантамин, гидробромида. Бұл да дәл осылай. Егер латыншасын білмей жатсаңыздар, интернеттен минуттарда элексепторіне қойыңыз керек. Гидробромида. Және бұл жерде не берілген? Таблетканың мөлшері, бұны тек қана 0,04 деп жазып қоямыз. Және де неше рет нөмір 14 рет берілген, неше рет түсуіміз керек? Онда осы жерде ин тап деп жазсаңыздар болады. Яғни таблетка түрінде 14 рет түсу керек. Немесе керісінше ин тап деген жазбай, мына басында тап деп таблетка точка деп. Екеуін де жазса қате болады да? Қате болмайды, екеуін қалай жазсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ин тап деп жазсаңыздар да болады, или таблетка галантамин гидромида деп жазсаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер. Алдына таблетка и номер 14 дейін тағы таблетка десе, ол точно қате болады да? Иә, екеуін бірде жазбайсыздар, тек қана бір-ақ жерге жазасыздар таблетка деп. Мысалы осылай болсын. Немесе және ин тап деп жазсаңыздар болады. Ин ампула деген сияқты. И астына минуттарда сигнатура жазасыздар. Күніне 2 рет деген сияқты. Өздеріңіз құрастырып жазсаңыздар болады таблетканы. Одан кейін гиацин бутилбромида. Бұл да дәл сондай таблетка түрінде. Бірақ мына жерде жазылған миллиграмм деп. Бізде
алдында айттық, тек қана граммен, біз миллиграмм қолданбаймыз. Демек біз 10 миллиграммда граммға айналдыруымыз керек. 10 миллиграммды граммға айналдыру үшін оны мыңға бөлеміз. Яғни біз 1 граммда 1000 миллиграмм болғандықтан, онда бірінші біріншісі гиацин бутилбромида. Гиацини, қай жердің гиацини бутилбромиде. И біз 10 миллиграммда, мына жанына жазып кетсеңдер болады. 10 миллиграмм, ол мысалы мыңға бөлген кезде 0,01. Дұрыс қой, иә, дұрыс. И грамм мүлде жазылмайды. Мына жерде грамм жазылмайды. Г деп жазып қойсаңдар, уже сіздерге рецептте қолын нөл қойып тастауы мүмкін. Тек қана миллилитр жазылады, оның өзіне латынша түрде жазылады. Осыны ұмытпаңыздар. Егер сіздерге 0,01 берілді, егер осы 1 миллиграмм деп 1 грамм деп берілсе, 1,0 деп жазуларыңыз керек. Осы .0 дегенді ұмытпаңыздар. Ал мына жерде өзі бөлшек сан тұрғандықтан ол жерде жазылмайды. Бөлшек жазылады. Түсінікті ғой? Бұл жерде дәл солай. Аны интап деп жазсаңыздар болады, немесе таблетка деп жаңағы жазсаңыздар болады. Синатурантта өздеріңіз жазасыздар. Бұдан кейінгісі бізде тағы да дәл сондай ерітінді атропин сульфаты. Атропин сульфатын жазайық. Сульфаттарға атропин сульфатис. Сульфат деп атау сетте беріледі сіздерге, оны сіздер сульфатис деп жазуларыңыз керек. Мына жерде мысалы бромид деп беріледі, гидробромид деп беріледі. Осының бәрін сіздер галантамини, гидробромиди. Мына жерде уж берілескен. Бромиди, ациклидини, атропини, сульфатис деп жазуларыңыз керек. Қанша? Айтпақшы, тағы бір 0,2%. 0,05%. Процентті одан кейін неше рет қозғалатындығы сондай. Айтпақшы, шығып бара жатыр. Бұл нелердің алдына соль, яғни ерітінді деген мағынаны білдіретін жазылу керек міндетті түрде. Яғни бұл ерітінді екенін білдіретін. Яғни атропин ерітіндісінің 0,05% 1 миллилитрде, және де неше рет енгізілетіндігі, мысалы 10 ампула жалпы. Ерітінді деген жерде міндетті түрде соль болады, ал таблетка тап, мына жерде еще де жазылады соль, және ампула немесе флакон болса флак деп жазып қойсаңыздар болады.
сигнатураны өздеріңіз жазасыздар. Түсінікті ғой, иә? Иә. Мынау қысқартылған түрі ғой да? Иә, барлығын қысқартылған түрі бұл. Ертең толық жазып келе ма, или өздерің қалай ыңғайлы солай жаза берсек бола ма? Көбінесе осы қысқартылған түрін жазасыздар. Өзіңізге ыңғайлы түрін жазасыздар. Егер может андай спезаторий солардың түрлері келуі мүмкін. Ол толық жазылған түрлері бар ғой. Алдыңғы лекцияны қарасаңыздар, сол жерде қысқартылған түрі және толық түрі деген бар. Сол жерде сіздерге жазып келуі мүмкін бір рецепт осының толық және қысқартылған түрін жазыңыз деген. Сол кезде мысалы алдыңғы сабақта любой бір спозиторды алайық. Сіз екі түрінде егер сұраса, екі түрінде жазып бересіздер. Ал былайынша рецептті тек жазып десеңіздер, тек қана осы қысқартылған түрін жазасыздар. Так, бітіріп салсақ, қазір оны қараймыз. Фенилефрин түсінікті. Одан кейін сальбутамол. Сальбутамол ол аэрозоль түрінде деп тұр. Аэрозоль түрінде ингаляциялық аппарат. Сальбутамол десейді жөнінде. Қандай не қолданамыз? Бронх демікпесі үшін қолданамыз. Аэрозоль нан толық жазсаңыздар болады. Аэрозоль немесе аэр деп точка қойып, сальбутамоли деп жазып, и қанша дозада екен жазуларыңыз керек дәл түсін. Дозис осылай жазылады. Егер мына жерде сізге неше рет екені берілмеген, бұл жерде сіздер досигна қоясыздар. Досигна. Мысалы, бұл жерде жазсаңыздар болады. Ауру басталғанда бір бүкпеден деп жазсаңыздар болады. Ауру басталғанда себу керек деп жазсаңыздар болады. Егер сіздер неше рет нақты сан берілмеген болса, мысалы ДТ дегеніміз 10 ампула енгізу керек. Сондай берілмеген болса, сіздер досигна қоясыздар. Сигнаның өзі емес, досигна қоясыздар. Ауру басталғанда деп қойсаңыздар болады. Деп өздеріңіз жазсаңыздар болады. Одан кейін бисапаролол түсінікті таблетка түрінде. Тимолол ертінді екен жаңағы дей. Фолиум. Интерде үлкен атпен. Фолий. Миллилитр. Мына жерде не жазылмаған? Неше рет екені жазылмаған. Флаконда деп қойған. Енді флактының қасына қоссаңыздар болады. Енді жазамыз. Көзге тамшылатып енгізу керек деп өздеріңіз жазасыздар. Түсінікті ғой? Потом екінші, үшінші аптаны жазып болғаннан кейін тексеруге жіберсек, қарап бересіз ғой да? Иә, жібере беріңіздер. Айтпақшы, соңында андай рецепт бітті дегеннен бүкіл жазуды ұмытпаңыздар. Оған да қарайды. Прям фармакология сондай рецепт жазған кезде прям бүтін нүктесіне қарайды. Жалпы сіздерге ақылым,
основной негізі екі сұрақ келеді. Бір сұраққа 30 балдан, 30 балдан. Яғни ал неге 20 балл ситуациялық рецептке 20 балл. Ол жерде екі рецепт болады, 10 балдан. Ситуациялық рецепт біреу келуі мүмкін, немесе екеу келуі мүмкін. Оның арасында 10 балдан, немесе 20 балдан. Яғни сіздер бұл жерде ең көп балды сұрақтан алып тұрсыздар. Сол үшін ең алдымен сұраққа дұрыстап дайындалыңыздар. Екі сұраққа да. Және де стекей балмен оқысаңыздар болады. Ал рецептура бойынша бірінші айтқан нелерін мен қазір сіздерге түсіріп жіберемін. Кітап бар, ана жалпы рецептура деген. Немесе алдын іздеп көремін, электронный таппадым. Онда бүкілін сіздерге түсіріп жіберемін. Сол бойынша оқысаңыздар болады, дайындалсаңыздар болады. Ал егер сол сұраққа жасап дайындалсаңыздар, ситуациялық есеп шешу сіздерге қатты қиын емес. Түсінікті ғой? Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы, сонда осымен сабағымыз аяқталды. Соңынан отқандарыңызға рахмет, үлкен, көп. Сіздерге ендігі апта ғой, РК? Жоқ, ендігі аптадан кейін. Онда жақсы. Сонда неше тақырып? Бұл бірінші РК тек қана рецептурамен не ғана ма? Фармакология ма? Или бірінші РК холинергия, адренергия крема? Холинергия, адренергия кіреді. Крема. Осыны қайталап көріңіздер, видеоларды сақтап жіберемін. Сәттілік, рахмет. Сау болыңыз.